Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет борщ тамағын дайындайтын боламыз, яғни қырыққабат сорпасы. Менімен бірге болып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі ең алдымен етімізді қалауымызша көп немесе аз, майда немесе ірі қып турап шығуға болады. Бір дана пиязды да ұзынша етіп, жіңішке етіп турап шықтым. Келесі менде бір дана сәбізімізді қалауымызша ірі қып турап шығуға да болады, ал мен осылай майдалап турап шықтым. Келесі 2 дана картопты осылай майдалап турап шықтым. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне 100-150 грамм май құямыз. Майымыз қызған соң үстіне етімізді салып, әбден шыңғыртып, суы тартылғанша қуырып шығатын боламыз. Келесі бізде пиязды да қызарғанша қуырып шығамыз. Міне біздің пиязымыз қызарды, енді үстіне қызанақ пастасы, яғни томатты үлкен қасықпен 1 қасық салып қуырып шығамын. Келесі бізге көмекке келетін сәбізді де әбден қуырамыз. Әр салып жатқан затымызды 1-2 минут қуыратын боламыз. Міне картопымды салдым, картопты да 1-2 минут қуырып, үстіне қайнап тұрған 2-2,5 литр суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып болған соң, сорпамызды 40 минут қайнауға жібереміз. Сорпам қайнап шыққанша, менде капуста мен қызылшамды майдалап турап шығамын. Менде осындай 1 дана қызылшаны теркіден өткіздім. Келесі бізде капустаны әрқайсы әртүрлі турайды. Мен осылай жіңішке ұзынша етіп турап шықтым. Өйткені сорпам өте әдемі көріну үшін. Капуста жайлы бір факт. Зерттеушілеріміз осы күнге дейін капустаның қай мемлекетте пайда болғанын ешкімде білмейді екен. Осылай менің сорпам дайын болды. Үстіне капустамызды саламыз. Капустаны, қызылшаны және дәміне қарай тұз, дәмдеуіш, лавр жапырағын салуға болады. Осы сорпамызды 10-15 минутқа қайттан қайнатуға жіберетін боламын. Міне менің тамағым дайын, тіпті балалар да сүйсініп ішіп қояды. Енді кесемізге құйып, қалауымызша көк пияз немесе укроп салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Видеом ұнады деп ойлаймын, пайдаларыңызға ассын, астарыңыз дәмді, сіңімді болсын. Назарларыңызға көптен көп рахмет.